Той көтеріп жатыр екен, бәрімізді құттықтаймын. Ұйымдастыру комитетінің өз ауласында айта отырып, өзін таныстырып өтейін. Асылхан Батыршаев, қазіргі таңда Астанада Кеңесары хан қорын ашып отырмыз. Сол қордың жауапты хатшысымын. Негізі түбім Шымкенттен. Біле білгім келетіндерге дулаттың баласының жанысымын. Қазіргі таңда көп мәселелер айтылды. Айтылмаған сөз жетім дейді. Жаңа да Кеңесарының төңірегінде айтылған мәселелерге де қол көтергендерім. Ол жерде айтатын біраз ұсыныстарым бар. Сонымен қатар бүгінгі жиналысқа да өз тарапынан отырып ұсыныстарымды жазып отырмын. 7-8 минут регламент болатын сол шамада айтып өтсем бе деген ойым бар. Кеңесары хан дейміз, оның жаңағыдай оны ақтайлау керек, қайтадан жерлеу керек дейді. Менің кішкентай кезімде бір мәселені естуші едім бабамыздан. Кеңесарының басын шолып Ресейге сыйға тартқанда бір бабамыз тұрып, қай бабамыз екенін білмеймін, бір аңыз деген нәрсе сол ғой, шын рас өтірік аралас деген, бірақ сол жүрегімде қалып кеткен еді. Соны бастап кетіп бара жатқан кезде бас пен денені біріктірейік, осы жерге көмейік. Ол біздің ең соңғы ханымыз, біздің тәуелсіздік тұғырнамамыздың үзілген жері деген ақсақал ешкім тыңдамаған. Дулаттың баласы сатып кетті дейді, мен Дулаттың баласымын, оны бүкіл қазақ қайда қалды, Дулаттың баласы сатса, Абылай ханның 30 жылы болған, қалмақтан тараған қағада бала шағасы ғана шайқасқан, басқалар сашын болып отырған деп төрелерді жамандауға болмайды. Бірақ бұл біздің бетіміздегі зор таңба, сол басты ақ кетіп бара жатқанда, денесі қырғыздың даласында қалғанда, ханның басы келгенше, қара жерге енгенше, басы пен дене бірігіп қара жерге енгенше, бас бірге алмаған қазағым деп теріс бата алған екен деген әңгіме болған. Сол әңгіменің төркінінде сол ханның басы қайтып қазақ еліне келгенше денесімен қосылып бәріміз әдіптеп жерге енгізіп, одан кешірім сұрап өзіміздің дұғамыз болып қара жерге бергенше басымыз бірікпейді ма? Оны әкеле алмасақ әкеледі. Шынымен де қазақ деген өркениетке ие бола алмаймыз ба деген бір ой болды. Сол ойдың мақсатында осы мінекей 5-6 ай жұмыс жүргіздік. Астанада Кеңесары хан қорын құрып отырмыз қазіргі таңда. Осы Кеңесары хан қоры туралы айта отырып, Кеңесары хан елімізге қайтару туралы айтып отырып, білемін, 2-3 ұйымдар құрылған, 2-3 жаңадегі шаңырақ көтерілген. Бұл бағытта 25-30 попытка деп жатыр, 200 бола қойсын. Бола берсін, ол рас. Бірақ бұл жерде ұлттық құндылық, ұлттық идея деген дүниені пайда қылуға болады. Иә, ханның басы келген жағдайда біз қайтадан егеменді ел болады екенбіз, қайтадан еңсемізді көтереді екенбіз деген мәселені айта отырып, егер мен бір өзім бір нәрсені жасайтын болсам, ол маған құнды. Егер Дос Көшін сияқты осы ұлт тағдыры бір жиналыс өткізіп отырса, ол осы ұйымның мүшелеріне құнды болады. Ал бүкіл елге соны жайып отырып, мынау ханның басына келгеннен кейін біздің заманымыз жаңа дәуір бастайды, жаңа ел пайда болады, жаңа рух пайда болады деп егер бәріміз қосылып отырып, үнпарақтарға қол қоя отырып, қалтамыздан қаржы шығара отырып, оны әкелетін болсақ, шынымен де халықтың рухы көтеріліп